Сәлем достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, жұмсақ маршмеллоу зефирін жасап көрсетемін. Маршмеллоу зефирін жасау үшін бізге қажетті заттар: 60 мг су, 220 г қант, 10 г желатин, 60 мг су және лимон шырындысын аламыз. Алдымен қалпымызды дайындап аламыз. Қалыптың үстіне шамалап су сеуіп қойдым. Одан кейін пищевой пленканы жаямыз. Қалпымызға осылай пищевой пленканы жайып аламыз. Одан кейін оның үстіне сары майды жағуымыз қажет. Барлық жеріне жағып шығуымыз керек. Желатиннің үстіне суды құямыз. Құйып болғаннан кейін араластыруымыз қажет. Араластырып болғаннан кейін оны қойып қоямыз, себебі желатин суды өз бойына сіңіргенге дейін қоя тұрамыз. Алдымен таза құрғақ ыдысқа қантты саламыз. Ең төмен оттыққа қоямыз, яғни біздің қантымыз ерігенше дейін араластырамыз. Осындай көпіріктер шығатын болса, онда болды деген. Таза құрғақ ыдысқа қантымызды құямыз. Болғаннан кейін жоғарғы жылдамдықпен миксермен араластырамыз. Желатинді қайнаған судың үстіне қойып ертіп аламыз. Енді оның үстіне желатинді саламыз. Құйғаннан кейін миксермен 7-8 минуттай араластыруымыз қажет. Осылайша ақ болғанша дейін, яғни біздер миксерлейміз. Үстіне бояу құюымыз қажет. Яғни 2 тамшы бояу құямыз. Қайтадан миксерлейміз. Дайын болды, енді осыны қалыпқа құямыз. Құйып болдым, енді жан-жағына қарай осылайша. Дайын болған маршмеллоу зефирін 5-6 сағатқа холодильникке қоямыз. 3 сағат өткеннен соң маршмеллоуды холодильниктен алып шықтық. Кукурузный крахмал мен қант ұнтағын екеуін араластырып, тақтайшаның үстіне себелейміз. Себебі біздің маршмеллоумыз тақтайға жабысып қалмас үшін. Ендігі кезекте маршмеллоумызды кесеміз. Достар, біздің маршмеллоу зефирі дайын болды. Міне өте жұмсақ, дәмді, яғни бұны үйдегі кішкентай балалар жақсы көреді деп ойлаймын. Жаңа видеоларды жіберіп алыңыз үшін міндетті түрде подписация мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.